Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жақсы ана қандай, жаман ана қандай. Балалардың пікірі үшін бұл өте маңызды. Өйткені жақсы ана, жаман ана туралы айтқан кезде шындықты айтқаннан көрі стереотиптерді көп айтамыз. Сонымен жақсы ананың критерийлері қандай, жақсы ана болудың критерийлері қандай, ал жаман ана деген ол кімдер? Бұл дүниеде барлығы салыстырмалы түрде жүреді. Жақсы, жаман деген сияқты. Жақсы аналар да бар, жаман аналар да бар. Таяқтың екі ұшы секілді, жақсы жағында, жаман жағында ашып айтып көрейік. Балалардың ойынша жақсы ана деген қамқорлық танытатын, жақсы көретін, ұрмайтын, ұрыспайтын ана. Ол деген жақсы мойынсұнғыш аналардың тізімінде. Шектен тыс қамқорлық, шектен тыс мейірім төгу, сүйіспеншілік көрсету, баланың әрбір қалауын алдын ала болжап, оны міндетті түрде артынша бала айтпай-ақ орындаса, онда ол ананың баласы шектен тыс өзімшіл, дәрменсіз және тәуелсіз деспоттыққа келіп соқтырады. Ол бала кейін өсе келе жағдайларды түсінбейтін болады, жағдайларды бағаламайтын болады, бала әлсіз, шешім қабылдай алмайтын, өз қалауын білмейтін, мақсатсыз болады, үнемі жылайтын болады. Және ең жаманы, сол бала қандайда бір бұзақылық, сорақылық, бұзықтық істеп қойса, ол балаға эмоционалдық тұрғыдан да, сөз жағынан да қиын соғады анасы үшін. Себебі сол бала бұзықтық жасап қойса, сорақылық жасап қойса, мінез көрсетеді. Баланы сразу сен жамансың деген анада жаман пікір қалыптасады. Басқа балалармен салыстыра бастайды, жеке басын төмендетеді. Ол дұрыс емес. Бірденен эмоционалдық салқындық танытады ана баласына. Және де оған ауыр сөздер айтады. Маған жақындама, сен жамансың, сен мінезің жаман деген сияқты сөздер балаға ауыр жазадан да қауіпті сөз болып табылады. Ал енді не істейміз? Қалай жақсы ана атанамыз? Жақсы көру, тағы да жақсы көру. Бірақ балаға таңдау жасау, қалауын айту, шешім қабылдауына өз құқығын беру. Жақсы көру деген тек қана қалауын жасатып, өз құқығын беріп қойды емес, керек кезде тыйым сөздерді де айтуға болады, жөнімен тыйым сөзді де айтып дұрыс жолға түсіру керек. Балаға деген сеніміңіз, оның өмірге деген көзқарасы, өмірге деген сеніміне, өзін өзі қамтамасыз ете алатынына сенімді болыңыз. Және екінші, қамқорлық танытыңыз. Бала өзіне өзі қамқорлық танытқан кезде, бала өзіне өзі сенімділігі артқан кезде, сіз қамқорлығыңызды сәл ғана азайтасыз. Мысалға, мақсат кел тамақ іш деп тамаққа шақырған кезде балаңыздың жауабы жоқ, мен қазір жазу жазам дейтін болсаңыз, балаңыздың жауабын қабылдай біліңіз. Себебі әр бала өзінің істеген ісіне өзі жауапты болғандықтан, ол өзіне өмірлік сабақ болады. Бала құлап қалса да, баланың құлағанына баланың өзі жауапты. Ұру, соғу, айқайлау, ол керек емес дүние. Ол көмектеспейді. Көп ата-аналардың бұл әрекеттері балаға деген сенімсіздікке, үмітсіздікке әкеп соқтырады. Және ата-аналар андай нервтан кеткен кезде қатты срываться етеміз. Баланы ұрамыз, соғамыз,
срываться етпей, балаға ұрып соғып қол жұмсамай, жаймен түсіндіріп, өтінішпен айтамыз. Тіпті запрет қойсақ та, тыйым айтсақ та, қандай да бір жағдайда оның болмайды, дұрыс емес дегенде де өтініш деп, тыйым сөзді де өтінішпен айтамыз. Ал егер баланы ұрып соғып қол жұмсап қойсаңыз, мысалға басынан түртіп, шапалақпен тартып, түртіп жіберсеңіз былайынан да, ол кезде баладан арт-парт кешірім сұраңыз. Себебі сіз анасыз, сіз адамсыз, ең бастысы анадан бұрын. Барлық адам қателеседі. Тіпті ата-ана да қателесіп жатады. Сондықтан бала сіздің жүрегіңізде мейірім бар екенін, сіз болмайды немесе болады деген функцияны орындайтын робот емес екеніңізді, сіздің жүрегіңіз бар, сіздің ет пен сүйектен жаралған адам екеніңізді бала түсіну керек. Ал енді жаман аналар туралы не айтамыз? Жаман аналар балаға көп көңіл бөлмейді. Внимание алмаған бала эмоционалды салқындық танытып өседі. Бұның бір плюс жері, бала тәуелсіз болып үйренеді. То есть ешкімге сенім артпай, өзіне ғана сенім артып, тәуелсіз, независимый болып өседі. Ата-аналар дұрыс жолда жүреміз, дұрыс емес бағытты балаға көрсетпейміз. Өйткені басында да айтып кеткем, балаға дұрыс үлгі бола білейік. Әр бала, әр адам өмірден өз орнын дұрыс таба білу керек. Кейбір аналар бар, жұмыс деп балаға көп көңіл бөлмейді. Балаларын няняға беріп, няняға тәрбиелетеді, садикте көп қалдырады, және садиктен алып кеп жұмыстан келген кезде де уақыт бөлмейді. Сол кезде, жұмыстан келген кезде 1 сағат уақытыңызды бөліп, баламен бірге уақытыңызды өткізсеңіз, көңіл көтерсеңіз, балаға одан артық қуанышты сәт жоқ. Бәріміз де жұмыстан шаршап барамыз, бірақ 1 сағат, жарым сағат баланың көңіліне қарап, оның бүгінгі күні қалай өтті, эмоционалдық жағдайын, психологиялық жағдайын сұрастырамыз. Ол не значит, анау не істеді, мынау не істеді өсек емес, просто өзінің бүгінгі эмоционалдық күйі қалай өтті, соны сұраймыз. Кейбір аналар бар, балаларын шектен тыс өбектеп, шектен тыс қамқорлық танытып, шектен тыс жақсы көреді. Және баласының болашағына көп уайымдайды. Баласының болашағын көп уайымдайды, көп ойлай береді, көп баласының болашағы үшін қорқа беретін. Ол деген баланың мүмкіншілігіне, баланың өзі деген күшіне сенімсіздік. Мұндай ата-ананың баласы қорқынышта өседі, және ондай бала мамасын өте қатты жақсы көретін болады. Қандай жағдайда дұрыс жасасақ балаға тиімді болады? Бірінші, баланы жақсы көретіндігіңізді үнемі айтып отырасыз. Екінші, балаға қателесуге, таңдау жасауға, балаңызға сенім артасыз. Үшінші, балаңызға сенім артасыз. Сонда бала өзіне жауапты екенін, әрбір істеген ісіне өзі жауапты екенін сезініп өсетін болады. Төртінші, балаңыздың ойын, қажеттілігін тыңдай білесіз, қолдай білесіз, қабылдай білесіз. Бесінші, балаға деген сезіміңіз, балаға деген эмоцияңыз, мейіріміңіз шынайы екенін, орысша айтқанда искренне екенін білдіресіз. Осылай жасасақ, мүмкін барлығымызда дұрыс бала шығады деген ойдамын.